1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күніне арналған татулық достықтың киелі бесігі атты тәрбие сағатымызды бастаймыз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халықтар достығы, бірлік пен татулық орныққан елдің жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан болуы керектігін ұлы міндет етіп қойды. Қазақстан халықтары осынау ұлы көштің басында қол ұстасып бірге жүрмек. Қазақта бірлік болмай, тірлік болмас деген ұлағатты ұғым бар. Ендеше, елімізде бейбіт өмір сүріп жатқан ұлттар мен ұлыстар өкілдерінің татулығы артып, қазақ елінің нығайып, өркендеуіне өз үлестерін қосты. Тілі басқа, тілегі бір, біргеміз. Өздеріңмен жүздесеміз күнде біз, мақсат ортақ бейбітшілік ұран боп, татулықтан бұзылмасын іргеміз. Біздің тәуелсіз Қазақстанымыз көп ұлтты ел. Біздің елімізде достығымыздың, татулығымыздың, бірлігіміздің арқасында 100-ден астам ұлт өкілдері тату тәтті өмір сүруде. Еліміздегі өзге мемлекеттер қызыға қарайтын мамыржай тыныштық, өзара достық қарым-қатынас ынтымақтың жемісі. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні болып белгіленді. Бұл мерекені еліміздегі әрбір ұлт өкілдері өзінің ең қуанышты мейрамы деп білді. Бір кісі бармақтай құсты ұстап алып, торға қамап қояды. Тұтқын құс күні-түні дамыл көрмей, отан деп шырылдай береді. Құстың иесі мұның да отаны болғаны ма, ал отаны болса қайда екен? Құсты ұшырып жіберейін де, ұшқан жағын қарап, ғажайып елге апаратын жолды біліп алайын деп ойлайды. Сөйтіп торды ашып, құсты босатып жібереді. Құс ұшып шығып, бар болғаны 10 қадам жерге тастақыр-тақырдың астында өскен жалғыз түп тікенге барып қонады. Сөйтсе, әлгі бұтада ұясы бар екен. Демек, құстың отаны ұя салған жері болғаны ғой деп ойлайды жаңағы адам. Шынында, адам түгілі құстар да ұя салып мекендеген жеріне бауыр басып кетеді екен. Міне, тыңдармандар қауым, сөздің соңын мына бір өлең жолдарымен қорытындылайын. Туған жердей жат елдің болмайтыны ақиқат, оған көңіл толмайтыны ақиқат. Алтын торда алтын құс өссе де, бұлбұл құс өскен бағы болмаса қонбайтыны ақиқат. Қазақ жері қонақжай төрдің жері, қазақ елі қас сақта елдің елі. Толқынды тарихтың қуғын көрген, барша ұлт құт мекен болған енді. Зобалаңда көк шөккен қасиетті, ұлт ұрпағы өнерлі өсиетті, риза көңілмен елге деген арнайды барша халық ақ тілекті. Еңбектің жарасқан ән, құлақ түріп даңқына алғыс қалам. Достық туы желбіреп қырмандарда, даламызға сан тағды табыстадам. Бостандықтың нұрымен арайланып, болашаққа алаңсыз қарыштаған ұлы достық отауы Қазақстан. Пусть дружба, о котором пел Абай, как солнце освещает мирный край. 100 наций, 100 народов, 100 племен, всем вам рахмет и низкий поклон. Уау, қош келдің ынтымақ күн, бірлік күн, берекесі заман оның тірліктің. Ұлттар менен ұлыстарды ұйытқан, ұлы елімнің келбетінен нұрды ұқтым. Береке ғой өмірімді сәнетер, одан асып қай қасиетті мән өтер. Шаңырағын шайқалтпайын тұрмыстың, уа, ұлы күн, сен өзіңсің дәнекер. Қарыштап қадамымыз бұдан алға, еліме ұрыспенен дарысын құт, болсыншы бейбітшілік жанына тән, атынан айналайын ал ботан. Әлемде қазақ елім өзім барда, мен дағы мәңгілік боп жалынатам. Шаңырағы шындармен тайталасып, тастағанда түндігі айқар ашып, сығайлайды күнменен айталасып, еркіндіктің бесігі бақытты отау, күнге өрлеген қанатты Қазақстан. Тәуелсіздік туып екім түрерім, жұмыр әлем жұдырықтай жүрем, о қалай қуанышқа шашайын, ел бірлігін айқындайтын той биін. Мы создали с вами народную славу, любовь в нашу мире весну. Казахстан, великие державе, любимая нашу страну.